Мен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясын не үшін қолдаймын, және бұл жалпыұлттық социал-демократиялық партиясына мен не себепті мүше болдым? Себебі бұл партия Қазақстандағы жалғыз ғана нақты жұмыс жасайтын, шындықты айтатын, биліктің бетпердесін ашып көрсететін таза партия. Мен сондықтан да жалпыұлттық социал-демократиясына мүше болдым, бұл партияны қолдаймын. Және де маған ең басты бұл партияға мүше болудың ең басты себептерінің бірі бұл партияның тазалығы, адалдығы, бұл партияның жетекшілерінің шын ниетіменен осы партияны өзгерту туралы шешім қабылдағандығы, мен осы шешімді дұрыс деп санаймын және бұны құптаймын. Бұл мәлімдемеде, яғни осы бірнеше күн бұрын партия төрағасы Жармахан Айтбайұлы Тұяқбай партияда күрделі реформалар жүргізу, партияны жаңарту, партияны өзгерту туралы мәлімдеме жасаған болатын. Бұл мәлімдемеде жастарды көптеп тартуға шақырған болатын. Сондықтан да жалпы мен өз басым осы партияға мүше болғалы талай нәрсені үйрендім. Мәселен, осы өткен парламенттік сайлауда өтірік сайлау болса да мен оған қатысты, мен сайлау не екенін білемін, түсіндім. Мен үлкен мектептен өттім, үлкен практикалық тәжірибем бар. Сондықтан да мен де жалпы жастарды осы партияның аясына бірігіп, осы партияның басшылығы қолдап жатқан, айтып жатқан, мәлімдеп жатқан жаңағы партияны өзгерту туралы, жасарту туралы мәлімдемелерін қолдап, осы партияға келіп өз-өздеріңіз көрсетіп, осы партияның басшылық қызметтеріне дейін көтерілуге болады екен. Жалпы осы жерде саяси амбицияларыңызды да өміршең етуге мүмкіндік бар екенін түсініп партияға қосылыңыздар деп шақырамын. Жалпы бұл үлкен мектеп, жалпы бұл болашақта бұл партия бола ма, болмай ма, Қазақстандағы саясат өзгере ме, оған байланыссыз-ақ жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы сондай мінбер, сондай мүмкіндік беріп отыр. Мен айтамын, жастар, бауырларым, ұлтшылдар, либералдар, демократтар, социалистер, кім болсын, кел осы партияға, қатарымызға қосыл. Қазақстанның болашағы үшін, Қазақстан тәуелсіздігі үшін, ұлттық мемлекет үшін, демократия үшін, ата-бабаларымыздың аманатын орындау үшін осы партияға бірігейік, осы партияның аясында бірігіп, үлкен күшке айналайық, тәжірибе жинайық. Болашақта Қазақстанның басшылары боламын деген жастар бар болса, келіңдер. Бұл саясат, бұл алаң, бұл мінбер, бұл өте қызықты. Сондықтан да мен жастарды осыған шақырамын. Партияның төрағасы Жармахан Айтбайұлы Тұяқбайдың өзі жастарды тарту принципін ұстанып отыр. Сол идеяны қолдап көтеріп отыр. Бәріміз келейік, осы партияға бірігіп, бәріміз күрес жүргізейік. Бұл күрес, бұл билікпен күрес, анау күрес, бұл жалпы саяси күрес. Бұл жалпы өмірге қажетті нәрсе деп білемін. Өз басым бұл партияға мүше болғаныма қуаныштымын. Бұл партияның жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының басшылығын, шешімін мен қолдаймын. Сондықтан да мен жастарды осы партия аясында бірігуге шақырамын.